қайырлы түн болсын айтпақшы. Енді жатайын деп жатырмын. Макияжымды өшіріп, кірпіктерімнің бәрін алып, Аюка шошып жүр ғой. Сол, еще Аюкада ертең утренник таңертеңгісін 8 мартқа арналған. Сен естермін, до того магазин деп жұмыс деп Аюканың утреннигін алатын көйлегін ұмытып кеткен ғой. Еще чешки алыңыз деген, бәрі аппақ болсын деген. Енді прям бүйтіп ала алмасам да, қазір бір онлайн магазин тауып, тез арада жазып, пожалуйста, жіберіңіздерші деп, сол курьерді күтем. Маған жібереді. Мүлдем уақыт болмай кетті. 8 мартқа арналған, оларда кәдімгідей сондай бір тақырыппен арналған күшті утренник болады екен Аюкаларда. Сол, енді ұйықтайын деп жатырмын, так что қатты негативке берілмей, тыныш ұйықтайық, Қайырлы таң, сіздерге кеше айтқанымдай Аюканың садигінде бүгін утренник болады дедім ғой. Соған мен түнде бір страницаны тауып, күшті киімдер екен, прям стильный кішкентай балаларға арналған. Сол парақшадан тапсырыс бердім. Қараңыздаршы, маған чешки беріңіз деген, бірақ мен чешки таппадым. Уақытта болмады оны іздеуге. Осындай киді, бірақ рет киді ғой дедім да, мен киді да болашақта кие береді деп, осындай ақ киді алдырдым. Қараңыздар, енді мына колготкиді торсерден алдырдым, андай әдемі, андай суреті бар екен көбелектің. Және де маған ұнағаны, қараңыздаршы, мына көйлек, осындай ақ көйлек алдырдым. Өте әдемі екен. Енді аппақ емес, молочный как-то стильный ғой, кәдімгі кішкентай қыздардың стильный көйлектерінде кипюр күшті, прям корейский. Әдемі парақша екен, парақшаны белгілеп кетейін. Маған да ұнады, стильняшка, сатаспасам сондай болу керек, мен мұнда белгілеп. Моя красавица, ой ты моя солнышко. Пока, Аюка. Я пока, Жанна. Қалайсыздар, қайырлы күн. Өз жүзімен бүгін тағы да шығып қояйын. Қазір мен студия жаққа келе жатырмын. Мен негізінде жүргізушілікті былай алған кезде бүгіннен бастап мен жұмысқа шығатын күнім болған. Өткенде сіздерге айтып жүрдім ғой, мен бір жаңалық айтам жұмысқа байланысты деп. Дәл сол жаңалық менде осы болған. Негізі осы күннен бастап, бірінен бастап, яғни мен уже өзімнің редакторлық қызметімдегі жұмысыма уже келуім керек болған. Сөйтіп кешенді аяқ асты көрдіңіздер, қандай жағдай болғанын, аяқ асты келіп қалдық. Солай. Қазір енді өзім жұмысыма келе жаттым, жұмыс орынға. Барлығы сол баяғыша. Қыз үйде қарайтын адам бар, уайымдамаңыздар. Имеді, и смесь тоже ішеді.